Құрметті азаматтар, құқықтық ағарту мақсатында мен бүгін жеке айыптау тәртібіндегі қылмыстық істердің мәні мен оларды қараудың заңда көзделген ерекшеліктері туралы түсіндірме бергім келеді. Қазақстан Республикасының қылмыстық процестік кодексінде барлық қылмыстық құқық бұзушылықтар міндетті түрде мемлекет тарапынан қудаланбайтыны көзделген. Заңда тек жәбірленушінің арызы бойынша ғана қозғалатын қылмыстық істер санаты бар. Бұл жеке айыптау істері. Мұндай істерге атап айтқанда қорлау, денсаулыққа жеңіл және абайсызда зиян келтіру, сондай-ақ заңда тікелей көрсетілген өзге де құрамдар жатады. Аталған істердің басты ерекшелігі мемлекеттік органдар қылмыстық қудалауды өз бастамасымен қозғай алмайды. Жәбірленушінің сотқа берген арызы болмаған жағдайда жеке айыптау тәртібіндегі қылмыстық іс қозғалмайды. Сонымен қатар, мұндай істер бойынша айыптауды сотта жәбірленушінің өзі қолдайды. Бұл дегеніміз, болған оқиғаның мән-жайын баяндау, дәлелдемелерді ұсыну және айыпталушының кінәсін дәлелдеу жәбірленушінің өзіне жүктеледі. Бұл ретте айыптау тарабы болып табылмайды және жәбірленушінің орнына дәлелдемелерді жинауға құқылы емес. Соттың рөлі тараптар ұсынған дәлелдемелерді объективті және бейтарап түрде бағалап, заңды шешім қабылдау. Маңызды жайтты атап өткім келеді. Егер сот талқылауы барысында сотталушының кінәсі заңда көзделген тәртіппен дәлелденбесе, сот ақтау үкімін шығаруға міндетті. Мұндай шешім заң талаптарын және кінәсіздік презумпциясын қатаң сақтаудың нәтижесі болып табылады. Сондай-ақ, заңда жеке айыптау істері бойынша тараптардың татуласуына да мүмкіндік берілген. Егер тараптар татуласып, келтірілген зиян өтелсе және жәбірленуші айыптаудан бас тартса, қылмыстық іс тоқтатылуға жатады. Бұл қылмыстық сот ісін жүргізу, қысым көрсету құралы және жеке кикілжіңдер мен эмоциялық дауларды шешу тәсілі ретінде қолданылмауы тиіс екенін көрсетеді. Сот тек заңды және сенімді дәлелдемелермен расталған мән-жайларды ғана қарайды. Сондай-ақ, жеке айыптау тәртібімен сотқа жүгіну құқықтық салдарға әкеп соғатынын ерекше атап өткім келеді. Сондықтан, әрбір азамат берілетін арыз үшін жауапкершілікті түсініп, сотқа шынайы әрі негізді мәліметтер ұсынуы қажет. Заң жәбірленушінің де, айып тағылған тұлғаның да құқықтарын бірдей қорғайды. Ал соттың міндеті заңдылықты сақтау, тараптардың теңдігін қамтамасыз ету және әділ шешім шығару. Азаматтардың құқықтық сауаттылығын арттыру, сотқа деген сенімді нығайту, құқықтық мемлекеттің маңызды негізі. Назарларыңызға рахмет.